Selam dostlar, sizlerмен бірге мен Эмма Тока. Бүгін менде жаңа видео, яғни көріп тұрсыздар жаңа сериал. Бүгін бұл менде қарапайым отбасы деп аталады. Бұл бірінші сериясы достар. Ұнаса тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Мен деген көп деген сериалдарды шығаратын боламын. Ал кеттік. Қызым, келші. Мама, не болды? Мен қазір Бақытгүлге барып келейін, сен шайды орнына қоя бер, жарай ма? Мен кетіп баратырмын, тас кетпесін. Жарайды. Мен газды ордайын, и потом кеселерді қояйын. Қазір мен печеньемен сондайды жасайтын боламын. Так, мен жасадым. Енді мына екі нанды осы жаққа қояйық. Опсты. Енді наны қоямыз. Все, бәрін тамаққа шақыра берейін. Ойын сеп жатсың? Мен сабақ оқып жатқам ғой. Жарайды. Онда сабақ оқып болсаң, мына жерде бір сүртіп жіберші, а то шаң болып қапты ғой. Иә, сүртіп жіберем ғой. Жақсы. Әке. Не болды, айта бер. Осы қашанша Амир мен Дамирді сүндеттейміз. Мынау Амир деген қорқып отыр ғой, шіләп. Оны енді бұйырса сүндеттейміз, иә. Бұларды сүндеттет қой. Сүндет тойда айтып отырмын. Ойбай, сүндет той ма? Иә, енді оны істейміз ғой, енді обязательно істейміз оны. Қалдырмаймыз біз ол тойды. Дамир, осыншы өйтіп күлмесенші. Жылап отыр ғой, әлі ауыртып отыр ма? Өзіңе аралас, сен дағы солай жыладың ғой. Болды, қыздар, қойыңдар. Жақсы. Нағыз несі? Газды нағыз несі сөндірмеген? Менің қыз шашын жылам. Неғзе, не ыржыңдап отырсың? Неге сен ақты чайнекті сөндірмегенсің, Сәл болмағанда үй деген өртеніп жазады ғой. Мен байқамай қалдым. Не ойбай, достар, кешірім сұраймын. Не байқамай қалдың, әшінде байқап жүріп, бәрі сол соткының кесірінен сен қыз ауышып отырсың қазір. Әке телефонды. Осыдан бастап телефонды ұстамайсың. Айтқаным айтқан. Егер бірде-бір ұста, жаныңды шығарамын. Түсіндің ба? Сосын сізден бір сұрақ қояйын. Айт, не сұрақ қоясың? Сосын сен өйстім жыраймашы ма? Айтшы бұл. Осы қашан Амир мен Дамирді сүндет тойын жасаймыз? Қашан сүндеттейміз? Шаруаң болмасын шоуда. Сен біріншіден өз жұмысың дұрыстап атқар. Жасың болса 17-те ғой. Шаруаң болмасын, сүндеттейміз ба, сүндеттемейміз ба? Өзіміз білеміз. Вообще сен осында жап сабағыңды оқуға бар жүр. Өзіне стол керек. Қызым, қойсаңшы, не сен әпкеңді мазақтайсың? Осыны үлкен ғой. Үлкен болғаны құрсын. Тұрын қараш, мүжірайып отыр. Сен қыз менен таяқ жейсің. Істеп қойған тамағың қара. Не мынау енді? Қыздар, тамаққа келіңдер. Не, біз келдік. Отырыңдаршы екеуің. Сілде болып алып. Қыздарым, келіңдер, шай ішіңдер. Иә. Кеселеріңді алыңдар. Келіңдер, қойып берейін ба?
Ал қыздарым, өздерінде қандай жақсы жаңалық? Иә, вообще тым көрмей кеттік қой. Мен мәнерлеп оқудан сайысқа қатысайын деп жатырмын. О, жарай, бұл жақсы болды. Тура өзіме татқан ғой. Ал мен волейболға. Жақсы болған ғой. Яғни жарысқа барайын деп жатырмын. Ал қызым, өзіңге ше. Менде ешқандай жаңалық жоқ. Бопты онда. Келіңдер, жеңдер. Жарайды, мен кеттім. Мен кеттім. Жарайды, мен кеттім. Ей, тоқта, сен не істеп жүрсің, Сен ошақ жина. Мам. Бір. Әғзе, көп сөйлеме, жинайтесь. Адам нерсін айтып. Екеуің болдыңдар ма? Барыңдаршы, бар кетіңдерші. Адам нерсін айтемей сен екеуіңде. Бір ошақты жинамаған. Болды, жинап болды. Мана жақта не оластық болып жатыр екен, барып. Мам, пап, не жатсыздар? Солай сүндетті оластық қой бізде. Жарайды. Ей, таста телефонда. Таста. Неге маған көрсетпейсіздер? Қой. Сен екеуің барыңдар аяқ бөлмелеріңе, сабақ оқыңдар. Сен, ойбай, достар, кешірім сұраймын. Сен сабағына көмектес. Бір сендердің кесіріңнен мама маған сотқа бермейді. Не ыржалыңда отырсың сен қыз. Саня, жазшы тез. Сен өзің нешеде екенін білесің бе? Иә, қаншадасың? Мен 12-демін. Жазса 12-демін деп. Мен сендерге үйретуім керекпін. Сендер уже дап-тоғыз болдыңдар ғой. Кетіңдерші, бар, мен өзім жазамын. Қызым, бір мен шақыра берді ау. Мам, не болды? Анаң қарашы, екеуі атысып жылап жатыр. Неге сендер өйтіп жылайсыңдар? Бір. Не болды, әпке? Жаңа ғана кетіп қалып едіңіз ғой. Ой, нарда су атысып жатырмын дейді. Құрсын. Жатса болады ол. Так, менде бір ой бар. Қандай? Короче, көрсетемін. Ей! Кім су шашқан? Қуасыңдар ма? Сен ба, Саня? Әпке, мен сабақ орындап жатырмын ғой. Мынау жаңа ана жерде шашты. Сосын мен шашпа дедім әпкеге, олақтап жатыр дедім. Өтірік айтпасай, Саня. Мен өтірік айтып тұрған жоқпын, әпке. Жарайды, кешір. Жаня, ісім сенмен болады. Бар, кет бар. Адамды бір ұйықтайын деп едік, вообще ұйықтатпадыңдар ғой сендер. Бір ше. Жақсы, онда бар.